Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін бар болғаны 5 минутта жасалатын омлет дайындайтын боламыз. Керекті ингредиенттердің мөлшерін описаниеге жазып қойдым. Ең алдымен жұмыртқамызды салып аламыз. Енді қызанақтарымызды жақсылап кубиктеп турайтын боламыз. Яғни видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Қызанақтарымызды жұмыртқамыздың үстіне бірге салатын боламыз. Енді осы ингредиенттердің үстіне үкіштен өткізілген сырымызды, яғни ірімшігімізді салатын боламыз. Оның үстіне аз мөлшерде сүт құямыз. Кішкене араластырып, үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Шым-шым салсаңыздар да немесе 1 чайный ложка салсаңыздар да болады. Енді барлығын бірге жақсылап араластыратын боламыз. Енді салмамызды ыдысымызға құйып, пісіретін боламыз. Біздің омлетіміз дайын болды. Егер де сіздерге менің рецепттерім ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.